Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәнінің 26 сабағы. Дауыссыз к мен г. Бүгінгі сабақта к, г әріптерінің жазылу емлесін білетін боламыз. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз. 31-ші жаттығу. Бағандағы сөздерді оқы. Жүрек жүрегі, кірпік кірпігі, тілек тілегі, көк көгі, әйнек әйнегі, білек білегі. Сөздерді салыстырып, сөз соңындағы к дыбысы неліктен г дыбысына өзгергенін айтып көр. Өз қорытындыңды келесі беттегі мәліметпен салыстыр. Иә, балалар, қараңдаршы, бағандағы сөздердің сөз соңындағы к дыбысынан кейін дауысты дыбыс келген кездегі г-ге айналғанын көрсетіп тұр. Енді балалар, ережені қараймыз. Ережені есте сақтаймыз. Үйде жаттап келеміз. Сөз соңындағы к дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, ол г-ге айналады. Мысалы, түлек түлегі, серік серігі, тірек тірегі. 32-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Менің атым Қожа. Көріп отырсыңдар. Пәленде әйдік ат емес. Шынымды айтсам, бұл о баста Қожа емес. Қожа берген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ ертін келе Қожа берген сөзі қысқартылып, Қожасы ғана қалды. Тегім Қадыров. Бір кезде Қадырұлы деп те жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқан соң, мен де Қадыровқа қайтып келдім. Бердібек Соқпақбаев. Мәтінде кім жайында айтылған? Мәтінде Қожа туралы айтылған. Мәтінге ат қой. Менің атым Қожа. Қарамен жазылған сөздерде қандай дыбыстар өзгеріске ұшыраған деп ойлайсың? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер куәлік, куәлігінің. Куәлігінің, тегім деген сөздер. Яғни бұлар куәлік, тек деген сөзден өзгеріске ұшырап тұр екен, балалар. 33-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Менің тегім Қадыров, атым Қожа, туған жерім Қазақстан. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Балалар, сөйлем басталғанда азат жолдан жазамыз. Сөйлем басталғанда бас әріппен жазамыз, соңында үтір қоямыз. Тыныс белгілерге назар аударамыз. Қатесіз, көркем жазамыз, балалар. 24-ші жаттығуға қарайықшы. Бос торкөздерге к дыбысынан басталатын сөздерді тауып жаз. К дыбысы қандай дыбыс? К дыбысы сөздің қай жерінде келіп тұр? Кесе, көйлек, көркем, көбелек, көмектесу деген сөздер бос орынға қойылады екен. К дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс. Бұл сөздерде барлық к дыбысы сөз басында келіп тұр. Ал жарайсыңдар, балалар. Ендеше 35-ші жаттығуға қараймыз. Бос торкөздерге әріптерді сағаттағы сан ретімен орналастырып оқы. Шыққан мақалды жаз. Ал, балалар, қараңдаршы. Сағаттағы сан ретімен орналастырып оқып көріңдерші, қандай мақал шықты? Ойланамыз. Тамаша бала көңілдің гүлі. Ал, балалар, ендеше мақалды көркем, қатесіз жазамыз. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.